Ел экономикасының дамуында зор үлесі бар тау-кен өндірісін одан әрі өркендету үшін геологиялық барлау жұмыстарын жандандыру қажет. Сол себепті елбасы тапсырмасы бойынша үкімет елімізде 2030 жылға дейін геологиялық саланы дамыту тұжырымдамасын бекіткен болатын. Бұдан бөлек 2015-2019 жылдарға арналған минералды шикізат кешенінің ресурстық базасын дамыту бағдарламасы әзірленді. Құзырлы органдар осы салаға бөлінген қаржыны қалай игеріп жатыр? Берік Көшербаев танысты. Шығыс Қазақстан облысының Кенді-Алтай деген екінші атауы бар. Өйткені бұл өңірдің жер қойнауы пайдалы қазбаларға толы. Жаңа кен орындарын анықтап, еліміздің минералды шикізат базасын нығайту Шығыс Қазақстандық геологтардың алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі. В 2014 году государство для проведения геолого-разведочных работ 2014 жылы Шығыс Қазақстан облысында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттен 2 миллиард 93 миллион теңге бөлінген болатын. Бұл қаржы 0,53 бағдарламасы бойынша берілді. Геология комитетімен бекітілген жоспар бойынша барлық жұмыстар атқарылып, бөлінген қаржы 100% игерілді. Ал 2015 жылға біздің өңірде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге республикалық бюджеттен 2 миллиард 250 миллион теңге бөлінді. Яғни қаржыландыру көлемі ұлғайды. Геология жердің қыртысын және ішкі қабаттарын, олардың құрамын, құрылысын, қозғалысын, даму тарихын зерттейді. Кен байлықтарының пайда болуын, олардың қалай және қай жерде орналасқанын да осы саланың мамандары анықтайды. Бұл күрделі жұмыс бір-бірімен тығыз байланысқан көптеген кезеңнен тұрады. Бұл саладағы жұмыстың ең алғашқы кезеңі геохимия деп аталады. Қарапайым тілмен айтқанда геологтар жерді бұрғыламай-ақ тау тастан және жердің жоғарғы қабатындағы топырақтан сынама жинайды. Бір қарағанда бұл оңай шаруа сияқты, бірақ олай емес. Көп жағдайда геологтарға осындай биік таулардың үстіне шығуға, осындай қалың ормандарды аралауға, бір сөзбен айтқанда, адам аяғы баспаған жерлерде жұмыс істеуге тура келеді. Еліміздегі геологиялық барлау жұмыстарымен айналысатын ең ірі Топаз компаниясының қазіргі ресми атауы Best Alliance Group. Жарты ғасырдан астам тарихы бар компания бүгінде геологиялық барлау жұмыстарына заманауи технология мен инновациялық әдістерді қолданады. Биыл комитет геология тарапынан тағы бір үлкен объект бәсекеге салынды. Соны біз ұтып алдық. Біздің компания ол Римская площадь, металлургическая площадь дейді. Соған міне тағы жаңа инновациялық технологияларын енгізіп алып келіп, осы жақта жасатып, біздің мамандарға үйретейік деп отырмыз. Жастар туралы айтайын десем, осындайға міне жастарды тезірек соны қабылдап алады. Неге десеңіз, жаңа технология, компьютерлік технология, космическое зондирование дейміз, соның барлығы цифровой құралдармен жасалатын нәрсе. Еліміздің минералды шикізат базасын, кадрлық, өндірістік, техникалық әрі ғылыми әлеуетін нығайту мемлекетіміздегі стратегиялық міндеттердің бірі. Шығыс Қазақстан облысындағы геологтар осы қағиданы берік ұстанып, толымды табыстарға жетіп келеді. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, ұлттық арна, Шығыс Қазақстан.